Тіпті асыранды болған күнде де Еркебұланның әке-шешесіне өз баласы саналып кететін уақыты болған жоқ па? Болды ғой. Оның үстіне Еркебұланның өзіне де, оның әке-шешесінен де сондағы бір тентек баланың сөзін жандандырар қылық не бір оқиғаны көрген жоқ, не істеген емес қой. Бұл үшеуінің қарым-қатынасына, араларындағы сүйіспеншілігіне қарағанда, Еркебұланды бұлардың өгей баласы дегенге ешкім де сенбес. Ал Асығат пен Қырмызыны Еркебұланның әке-шешесі емес десең, жұрт күлер. Жалғызымыз деп Еркебұланды мәпелеп өсірген Асығат пен Қырмызыны бұ да кішкентайынан танитын, білетін. Жұрттың әке-шешесі неге осы екеуінде болмайды деп, әке-шешесі кейде өзіне ұрысса, ана екеуін үргететін. Тіпті сол екеуіне қызығатын. Сөйте тұра Еркебұланның қатты күйзеліп жүрген анасына неге жәрдем бермейді? Бұл қалай? Асығат тың өлкесінен қайтқан күні Еркебұлан үйіне таң ата бірақ келді. Ертеңінде де сөйтті. Әкесімен жөндеп сөйлеспеді де. Ал Асығат дәрігерлерге бармастан бұрын баласының жағдайын жолдастарынан сұрап білейін десе, ең жақын жолдасы Қайназар командировкаға Бийскіге кетіп қалған боп шықты. Міне осындай жағдайда Еркебұлан ақыры психиатрлық емханаға барып түсті. Түнімен көзі ілінбей шыққан Асығат жұрт тұрмай емханаға баруды дұрыс көрмеді. Емханада жұмыс басталдау деген кезде баласын өзі кеше апарып тапсырған емдеуші дәрігерге телефон соқты. Дәрігер, балаңыз ұйықтап жатыр деді. Күшті дәрілер беріп, біз оны 3-4 күн осылай ұстаймыз. Көп ұйықтатамыз. Дене, ақыл, ойы бәрі демалулары керек. Емдеуге мүмкіндік жасауға тиістіміз. Әзірге емханаға келудің қажет жоқ. Көп қобалжымаңыз. Балаңыз бізде ғой, жақсылап қараймыз. Ал алда-жалда тезірек көргіңіз келсе, 3 күннен кейін телефон соғыңыз. Бірақ түс ауа, мүмкін сөйлестірерміз. Ал 3 күннен кейін телефон соғуға асығып, түстің ауын күтіп отырған Асығатқа түс болмай жатып, емдеуші дәрігердің өзі телефон соқты. Амандасып болысыменен ол, балаңыз үйге барған жоқ па? Деп сұрады. Жоқ дедік, кенет абыржып қалған Асығат. Ол емханада емес пе? Таңертең жанымыздағы киоскадан газет әкеле қояйын деп күзетші әйелден рұқсат алып шығып кеткен екен, содан бері жоқ. Таңертеңгі тамаққа да келмеді. Дәрі беретін уақыты да өтіп барады. Асығат жүрегі дірілдеп кетті. Япырмай, не болды екен оған? Мұндайда адамның ойына ең алдымен жамандық түсетін әдет ғой. Баласының барғысы келмегеніне қарамай, дәрігерлердің айтқанына көніп, Еркебұланын зорлағандай етіп емханаға салған әкесі бізге өкпелеп, өзіне бірдеме істеп жүрмесе жарар еді, деп зәре ұқты қалмады. Үйге келмеді дейсіз бе? Деді дәрігер бұның ойын бөліп. Онда біз өзіміз іздетер едік. Балаңыздың қай жерде жүретінін болатынын білмейсіз бе? Жоқ. Асығат расында да Еркебұланның қайда болатынын, түнде қайда жүретінін білмейтін. Жұрт қадірлейтін әйгілі адамды өзінің сұрақтарымен қиын жағдайға қалдырғанын дәрігер енді түсінді білем. Сіз қам жемеңіз, деді ол. Қазір санитарларды жан-жаққа жүгіртіп тауып аламыз ғой. Аурухананың киімімен қайда кетті дейсіз? Осы маңда жүрген шығар. Сөйдеді де ол өз үмітін өзі жойғандай. Ал егер үйге келе қалса, еш жаққа жібермеңіздер, бізге телефон соғыңыздар, деді. Жарайды, деді қобалжыған Асығат. Әйтеуір іздей көріңіздер. Күйеуінің әлденеге әбігерлене сөйлеп жатқанын аңғарып, ауырған басын орамалмен қатты таңып алған Қырмызы өз бөлмесінен шықты. Не болып қалды? Деді ода қобалжи. Жай әншейін, адамның өзінің берекесі кетіп жүргенінде жазушылар одағы бір кездесуге шақырып жатыр. Асығат әйеліне қарады. Қара судай тұнған үлкен бота көзі суалып, ақшыл жүзі күнге күйген шүберектей бозарып, әбден күйрей қапты. Егер бүйтіп жүдей берсе, жанған пілтедей тез-ақ таусылады ғой, деді ол ішінен. Әйелін аяп кетті. Бір сәт Еркебұландарының емханадан кетіп қалған айтпақшы болды да кілт тоқтады. Менің қобалжуымда жетер, ең болмаса мына сорлы естімесін. Баласының кетіп қалғанын білсе, жүрегі жарылып өлер. Асығат енді тез киіне бастады. Қайда барасың? Деді Қырмызы. Емханаға телефон соғамын деген уақытың таяп қалған жоқ па? Ол күйеуінің әдеттегісіндей асықпай-саспай киінудің орнына алдыменен біресе пиджагын, біресе көйлегін киіп, әбігерлене қалуынан оның бірдемеден сасып тұрғанын сезгендей. Телефон соғу керек, деді Асығат. Сөйдеді де әйеліне қарады. Жоқ, телефон соғып қанша керегі бар? Одан да емханаға өзім барайын. Мүмкін Еркежанмен сөйлесіп қалармын. Онда мен де барайын. Жоқ, сен үйде бол. Біреу телефон соғар. Бірақ Еркебұлан келіп қалса, емханаға телефон соқ, деп айта алмады. Баласының үйге келмейтінін сезгендей. Жарайды, деді әйелі. Онда өзің бар. Еркежанмен сөйлесе алсаң, менен сәлем айт. Асыға киініп шығып кетті. Шу дегеннен ол емханаға барды.
Еркебұлан әлі келмеген. Қаупі ұлғая түсті. Аурухана киіммен алысқа кетпеген шығар деген дәрігер сөзі көңіліне демеу болып, арақ пиві сатылады деген сол маңайдағы дүкен бар кафе асханаларды тегіс аралап шықты. Еш жерден Еркебұланы көрінбеді. Дәрі беріп ұйықтатып тастаған екен, баланың оянуын күтіп отырмын, мен ешкім сұраған жоқ па деп үйіне де телефон соқты. Жоқ, деді әйелі. Дәрігерлер не дейді, әйтеуір жаман емес пе екен? Бәрі дұрыс, жазылып кетеді дейді дәрігерлер, ауруы сірә балалықтың әуресі тәрізді. Әйелін осылай жұбатқанмен өзі жұбанбаған әке емхана мен үйінің арасындағы көшелерді кезумен болды. Ертеңіне таңға жуық шақта емханаға Еркебұланның өзі келді. Аман есен. Бірақ түсі жоқ, өң жоқ, түнде бір ауыр оқиға кездескендей. Емдеуші дәрігерге бірдемені айтып жатты. 16 сағат емхана адамдармен бірге баласын іздеген әкенің құр сүлдесі қалған еді. Әйтеуір баласы табылды, ол соған қуанды. Еркебұлан жоқ болып кеткенде тек табылса екен деп тілеген Асығат енді бұған да тәубе етті. Үйіне қайтып келгеннен кейін түні бойы хабарсыз кеткен күйеуін күтіп отырған әйеліне балаң жібермеді, сөйлесіп отырып қалдым деп жауап берді. Қайназар бөлімшесімен көптен бері Целиноградта бір кәсіпорынның жаңа өндіріс комбинатының жобасын жасап жатқанды. Бийскі қаласында осы тектес комбинат салынып бітті дегеннен кейін соны көргелі әдейі командировка алып алыстағы осы қалаға келген. Ал шын ойы жаңа құрылысты көруден гөрі жұлдызға жолығу еді. Келген күннің ертеңіне ақ ол жұлдыздың қайда жұмыс істейтінін, қайда жататынын біліп алды. Жұлдыз қыздар жатақханасына орналасқан екен. Мұнысына қарағанда ерге шықпағаны хақ. Дегенмен көңілі күпті Қайназар ертеңгі күнді күтуге шыдай алмай шам жағыла құрылыс тресінің адамдары көрсеткен қыздар жатақханасына келді. Есік алдындағы мосқал күзетші әйел: Қаражанова дейсің бе? Иә, ондай қыз бар, 3-ші этажда 6-шы бөлмеде, деді алдында жатқан кітаптың кәрпі көрсетілген бетін ашып қарап. Онда маған бөлмесіне пропуск беріңіз, деді Қайназар. Күзетші әйел таңдана қарады. Бұл қыздар жатақханасы екенін білмейтін бе едіңіз, жігітім? Сағат 8-ден былай қарай бұл үйге ешбір еркек кіндіктіге кіруге рұқсат жоқ. Сосын әйел Сібірдің түсе бастаған суығына бәлендей лыпа болмайтын Қайназардың жеңін киіміне мысқылдай көз тастап: Өзің кімсің? Әлде еркекше киінген әйелсің бе? Деп күлді. Әзілге шұрқақтау Қайназар сасып қалды. Жоқ, еркекпін. Болсаң боларсың, суықтан мұрның тым сорайып кеткен екен. Әйел тағы күлді. Ал біздің сұлу қыздың кімсің? Қайназар өтірік айтты. Ағасымын. Бәсе, деді әйел, біздің сұлу қыздың жігіт емес шығар деп өзімде ойлап едім. Ондай періштеге Гагарин тәрізді қыран жігіт лайық. Қайназарға әйелдің сөзі батып кетті. Бір сәт ашу шығармақшы да болды, бірақ аузына жат жерде айта қоярлықтай сөз түспей: Жұрттың бәрі Гагарин бола бере ме? Деді. Әйел тағы күлді. Қайдан бәріңе бірдей Гагарин болуға? Сосын ол сәл күлімсіреп: Ашуланбай-ақ қой, менікі жай әшейін сөзде, деді әйел. Күнімен отырып ішің пысады. Жарайды, ағасы болсаң ағасы бола-ақ қой, бірақ өзің қайдан келдің? Деді. Алыстан, Алматыдан. Алматыдан? Бір жақтікі болдың ғой. Мен Ташкенттенмін. Қазір қарындасыңызды шақырып берейін. Ол телефон трубкасын алып біреуге звондады. Дежурная ма? Настя, сенің этажыңда 6-шы бөлмеде әне бір Жанна деген әдемі қазақ қызы бар ғой, соған айтшы, төмен түсе қойсын. Ағасы іздеп келіп тұр. Әйел әлденеге күлді. Ағасы бәрі солай дейді ғой. Жұлдыз деме күзетші әйелдің Жанна дегенінен Қайназар бөтен қыз емес пе екен деп сәл сескеніп қалды. Сөйткенше болған жоқ, жоғары қабаттан жүгіріп түсіп келе жатқан Жұлдызды көрді. Асыққан соншалық үстіндегі пиджагының бір жеңін киюге үлгермеген. Расында да кезекші: Жанна қалқам, ағаң келіп тұр, тезірек төмен түс деген сөзді естігенде алдымен түсінбей сәл кідірген. Ағаң? Қайдағы ағаң? Жалғызған ағасы бар. Кенет сол екен, Еркебұлан келіп қалған екен деп орнынан атып тұрған. Сағынып жүргені соншалық екен, тіпті айнаға қарап өзін ретке келтіруді де ұмытып кетті. Баспалдақтан төмен қарай етігінің өкшесі тас еденді тақ-тақ ұрып жүгіре түсті. Ол бұл минутта Еркебұланның кім екенін есіне түсірмеді. Ғашығы ма, ағасы ма, бәрін де ұмытты. Жүрегін тек Еркебұланның келіп қалды деген қуаныш алып ұшты. Бірақ екінші қабаттан төмен келе жатып бұны күтіп тұрған Еркебұлан емес, Қайназар екенін көріп кілт тоқтай қалды. Жаңағы қуаныштан алып ұшқан жүрегі су сепкендей басылды. Сөйтсе де бір сәт суы түскен көңіл қайтадан жылды. Сонау алыс жерден бұны іздеп келген Қайназардың қандай жазығы бар? Оған Қайназар кенет жаздың шыққанын білдіргелі келген жылқысы тәрізді көрінді. Әйтеуір Еркебұланның бір хабарын айтады ғой, деді ол өзіне. Жұлдыз қайтадан асыға жүрді.
Қайназар ағайсыз ба? Деді ол көзіне жасы мөлтілдеп, оны құшақтай амандасып. Қайдан жүрсіз? Мені қалай таптыңыз? Қайдан жүрсіз? Мені қалай таптыңыз? Қуанғанының белгісіз етіп бетінен сүйді. Қайназар мұздай еріп, майдай балқып кетті. Бұл қарындастық сүюі оған ғашықтық сүюден кем әсер етпеді. Іздеген адам табады ғой, сені әдейі іздеп келдім, деді Қайназар. Екеуі күзетші әйелдің оң жағындағы кең дәліздегі жұмсақ диванға қатарласа отырып ұзақ сөйлесті. Қайназар Жұлдыздың мұнда екенін, кімнен естігенін, өзінің қандай шаруамен келгенін айтты. Сөзін астарлай жұмысты сылтау етіп, шынында Жұлдызды көруге келгенін білдірді. Ал Жұлдыз болса, Алматыны ондағы аз уақытта танысып үлгерген адамдарды сұрап өліп барады. Бәрін де сағынып қалған екен ақ. Қайназар білген жасырмай айтып жатты. Әлден уақытта Жұлдыз, кетерінде Қырмызы апайдың үйінде болдың ба? Ол кісінің күйі қандай екен, деді. Қайназар тек осы жолы ғана селқоста жауап берді. Үйлерінде жүрер алдында болғам. Қырмызы апай сол баяғы қалпында, бір күн сау, бір күн ауру. Асығат көкем әлі Алматыға келген жоқ па? Деді енді Жұлдыз. Қайназар Еркебұланның әкесін Жұлдыз неге көке дегенінен сәл таңғалды. Асығатты бұл көрмесе керекті. Я көредіндей уақыты болған жоқ, ұмытпасам ол кісі сентябрь тумай жолаушылап кетті емес пе? Я солай, көке деуіне қарағанда Еркебұлан екеуінің арасында бір жылы жағдай бар ма қалай? Онда бұл неге бесікке кетіп қалды? Дегенмен Қайназар дұрыс жауап берді. Мен кеткенде ол кісі келмеген болатын. Жүрер күні Еркебұланды көргем, әкесін бір-екі күнде келіп қалар деген. Жұлдыз үндемей қалды. Ол әлденені ойлағандай үн-түнсіз ұзақ отырды. Әлден уақытта барып, Еркебұлан ағай не істеп жүр? Халі қалай? Деді. Даусы бұл жолы тұншығып бара жатқандай әзер шықты. Бұны Қайназар да аңғарып қалды. Сүйген жігіті жайында сұрау оңай ма? Деді ол ішінен. Бірақ Еркебұланды Жұлдыз неге ағай деді, таң қалды. Қашаннан бері сүйген жігітін қыз ағай дейтін болды. Міне осы уақытта ішінде жатқан қызғаншақтық деген сұр жылан басын көтеріп алды. Әйтсе де Қайназар өзін өзі ұстай сөйледі. Еркебұлан аман сау ойнап күліп жүр, тек көп ішетін болды, деді ол. Жұлдыз жұлып алғандай, неге деп сұрады. Қайназар қинала жауап қайтарды. Оны менен гөрі өзің жақсы білетін шығарсың. Қыз үндемеді. Тек аздан кейін сұраққа жауап бердің орнына, қашан жүресіз деп сұрады. Арғы күні, деді Қайназар, мұндағы шаруам ертең бітеді. Онда бүтін шаруаңыз болмаса ертең сөйлесейік, Алматыны қатты сағынып жүрмін, әлде сұрайтыным бар. Бүгін кеш болып қалды. Маған ерте тұру керек. Ертең кешке жолықпақшы боп Қайназар қонақ үйге қайтты. Ал Жұлдыз төсегіне келіп жатып көп уақытқа дейін ұйықтай алмады. Ол Еркебұланмен екеуінің неге айырылғанын Қайназардың білмейтінін түсінді. Әрине Қайназар ертең оны сұрайды. Оған сырыңды ашу керек пе, керек емес пе, ашпаған дұрыс шығар. Бірақ іште жатқан күйік Ескендірдің қос мүйізі ғой. Біреуге айтып сыртына шығармасаң, жаныңды күнде түрткілеп мазаңды ала береді емес пе? Оның үстіне бүгін дәрігерге барған. Соңғы жетіде жүрегі әлсін-әлсін айнып, кейде құсуды шығарған. Не істеу керек? Ақылдасар жаны ашыр кімі бар? Әрине Қайназар Жұлдыздың бұл кеселіне ақылшы бола алмайды. Өйткені оның өзіне деген ойын Жұлдыз бұрыннан да біледі ғой. Сонда бұл қайғысын кімге шағады? Қуаныш деуге әрине Жұлдыздың аузы бармады. Кімнен ақыл сұрайды? Қайда барып күн көреді? Осындай ауыр ойға берілген Жұлдыз тек таң сарғая бастағанда ғана ұйықтап кетті. Ертең бұлар кешке таман кездесті. Бескі өндірісті қала. Тұрғындарының көпшілігі жұмысшы. Бұлар Жұлдыздың жатақханасынан шыққанда кеш жылы, желсіз тәріздеді. Екеуі көшеде жүріп сөйлеспекші еді, кенет жел тұрып күн суытып кетті. Сібірдің күзгі аязы жұқа киінген Қайназарды шыдататын емес. Ол енді күннің қолайсыздығын сылтау етіп Жұлдызға: «Мына аяз адам сөйлететін емес қой», деді. «Бұл маңайда ресторан бар, кафе деген жоқ па? Сонда бар отырып әңгімелессе қайтер еді?» Қыздың аты қыз емес пе? Қандай қиын жағдайда да сырт пішінін ұмытпаса керекті. Үстінде қысқа қара тон, аяғында пима, жұрт бар жерге арнап киінбеген Жұлдыз ресторанға кіруді ыңғайсыз көрді. Және бұл арада ресторанның бар жоғын білмейтін. «Тоңайын дедіңіз ғой», деді ол бетін қарсы желден бұрып, сәл күлімсірей Қайназарға қарап. «Онда жүріңіз, анау кафе ғой деймін, егер кісі көп болмаса». Бұлар кірген жер күндіз асхана, кешке жастар жиналатын кафе болып шықты. Жұлдыз бекер қысылыпты. Үстінде ақ свитер, көгілдір тоқымай юбка, шашын желкесіне тоқпақтай етіп түйіп тастапты. Тек аяғына киген пимасы болмаса, бәрі жарасып тұр. Әрине, мынау жып-жылтыр еденде қазір көп кешікпей басталатын биде бұл пимамен көпшілікке көріну ыңғайсыз.